Мұсапір байқұс дейді. Ай сүйрік. Мен мүсәпір емес, мен 1,5 миллион ақша тауып отсам да, мынандай әжелердің көз жасынан қорқамын. 81 жасқа келгенше не істепті дейді. Бала тапқан, 12 бала тапқан. Баласын өсірем деп, алтын уақытын құртқан. Бізде көп балалы аналарға үй беріп жатыр ма? Беріп жатқан жоқ. Айлық бар ма? Жоқ. Шошқаға берген 180 мың теңгені қазақтың баласына бермейді. Қылмыскерге берген 192 мың теңгені қазақтың баласына бермейді. Ит пен мысыққа берген 140 мың теңгені қазақтың баласына бермейді. Мен 17 жыл болды жерге кезекке тұрғаныма. Хотя бы 8 соттық өз үлесімді бермейді. Мен 3 бала тудым сол елге. Қызмет ететін. Психиканы емдету керек қой сізге дейді. Мақұл. Айнаға қарап психиканы сендер өздерің емдетіңдер, түсініңдер ма? Психикамда ауытқушылық болса, мен немістердің қолынан 1,5 миллион теңге ақша ала алмас едім. Психбольницада жатушы едім. Нағыз психикасы бұзылған, мына сендерсіңдер, мына елде отырып, қарындарын тойғанға мәз болып, миларың қорытпайды сендердің, миларың. Келші мына жаққа, потому что сен ойлай алмайсың. Ойлана алмайсың. Сен ана миыңда жауапкершілік, ұлтқа деген жауапкершілік, жастарға деген жауапкершілік, қарттардың алдындағы жауапкершілігің жоқ. Сендердің миларың қорытпайды, түсініңдер ма? Хайуандар. Осындай қатындарды мен түсінбеймше, 3 күндігін ойланбаған әйелден бездейді. 3 күндіктеріңді ойлай алмайсыңдар. Тілдерің болса анау, жерлерің болса анау талан-таражға салынып жатыр, сөйте отыра психикаң бұзылған дейсіңдер. Мынандай қанды қол қылмыскер президенттерің отырғанда, әр қазақты қанап отқанын көріп отқанда, әр қазаққа зұлымдық жасап жатқан кезде, қалай адамның психикасы қозғалмайды? Әрине қозғалады. Мен көз алдымда көріп отырмын. Қазақтың қоғамына, қазақтың жастарына мына зұлым екі шал өз қолдарымен зұлымдық жасап жатыр. Ұлтымызға қасақана зұлымдықпенен геноцид жасап жатыр. Соны көрмей отырсыңдар, надамдар. Менің туған жасы келсе де санасында еді. Мен жасы қандай үлкен әйел, бірақ өте санасызды, топан су тобығынан келмейтін, жаңағы ойланбайтын, бір наным деп ұйқыдан оянып шашы май-май болып халатта отыратын әйелдер ғой, ол сөйтіп жазатын. Сөйлей беріңдер, мен жұмысымды жасап жатырмын, Президентке тіл тигізбейтін немене ол, құдай меді. Президент деген сөйтіп критикаға ететін, жұмысын дұрыс демесе айтатын жаңағы біздің жалдаған менеджеріміз. Президент деген кім ол? Жаңағы Үндістандағы сиыр ма, кім ол? Әрине айтамыз. Біз айтпағанда кім айтады? Халық сайлаған соң, халықта сайлаған жоқ ол президентті. Айту керек. Сын болмай, мін болып түзелмейді. Дұрыс па? Сондықтан айту керек. Гауһар, сөйлеңіз. Президент санасындар ма қыздар? Жоқ, ол президентті жамандамау үшін бүкіл халықтың жағдайын жасап қоя керек. Өзі қанша ақшаға тоймаса да, қара халықты сонша ақшаға тоймау керек. Міне сол кезде президентті жамандамайды. Президенттің өзі алады, қара халық кедей, жаңағы жоқ, бар, аштықтан өлейін деп отпаса да, әйтеуір өлмегенге өліп алып кездесіп отыр. Президент жақсы болатын болса, бірақ қара халық бүйтіп айқайлап шумағы шықпас еді. Президент жемқор, өзінен басқа өзгені ойламайтын, халықты ойламайтқан кейін, халық жамандайды. Президент кімнің арқасында президент? Осы қара халық біздердің арқамызда президент. Біз болмаса ол боқты да отырмайды ғой, Тоқаевыңнан Назарбаевыңда. Дұрыс айтасыз. Мен сіз ұқсап ойлана алмайтын. Өте дұрыс айтасыз. Көзіңіз ашық екен. Неше түрлі қыздар біз қара халық топас емес, солар топас. Өмір тоймайды. Ешнәрсеге тоймайды екен, мен соған көзім жетті. Бұлар ертең қара жердің астына 25 метр матадан басқа атасын басында алып қайтпайды.
жатпайды. 25 метр мата келеді, бол, басқа боқ та кетпейді. Ол дүниенің бәрін ойнасы бар ма, қырласы бар ма, жаңа жегені бар ма, жегжаты бар ма, бөлесі бар ма, пәле-батарларына бөліп тастаған үйлер көтіне бір тебеді ертең. Соны біліп отқан жоқ. Бұлар өмір бақи өлмейтін адам құсап отыр ғой, мысалға. Жас болса мен алда деген, бұларда да бір өлім бар. Өлетін шығар, шайтан емес қой. Осыншама қара халықтың көз жасы жылап жатыр. Ана 81-дегі апаны өткенде көрдік қой енді. Осы сияқты миллиондаған апалар жүр ғой қазір. Миллиондаған апалар жүр. Енді бұлар енді сауаты болып, бір-бірлерін айткүлге жеткізіп жатыр. Жеткізе алмай біз қалай айтамыз деген адамның да есебі жоқ негізінде. Ол жақсы адамды ешкім жамандамайды. Жаман болғанын жамандап айтады. Ашық айту керек. Ол көт тақылықтың қажеті жоқ. Бұл жерде, в общем, олар жаңа мектеп, мемлекеттік қызметте істейтіндердің бәрін андай тұмшалап тастаған, қорқытып. Андай қылатын болса, олар сабағын, сағатын алып қояды. Олар мәжбүрлі түрде жиналысқа барады, соны қолдайды. Жаңа айтып отыр, не бір ешақта жоқ, мен қолдаймын деп. Атасының басына бақ қолдаймын. Мысалға, оның ішінде қандай қабылданған халық естіген де жоқ, халықпен бөліскен де жоқ. Мысалға да, дұрыс па? Оқыдыңыздар ма? Біз оқыған жоқ мен. Ертең 15-іне болатын референдумға уже мұғалімдер мен медициналар қол қойып берген дейді. Оларға 50-60 мыңнан ақша беріпті. Олар референдум ай сайын болса екен, жыл сайын болса екен деп күтеді екен мұғалім мен нелер. Сонда олар өздерінің болашақтарын ойламай ма сонда? Қу бастарын 50 мың теңгеге сатылып? Жоқ, кім жаңылсасын. Мен burada тұрам, мен мектепте вахтерша болып жұмыс істедім. Сол кездегі мен жаңылған жоқпын, маған айтайын. Мен айтып кетейін, тыңдаңыз, ренжімеңіз. Жаңа бір эфирде айтып отыр бір жігіт, маршрутта келатыр, осындай саясат көріп отқан ғой. Саясат көріп отқан. Сосын аны қасындағы мұғалім айтыпты солай деп. Бізге сондай ақша береді, біз сөйтіп сондай қылдық деп айтқан. Өтірік емес қой, ол шындық нәрсе. Сол директор оған заставить етеді, аудан әкімі заставить етеді. Заставить етсе немене, құлма не соған отыр десе, отыратын тұр десе, тұратын. Бәрі жұмысқа шықпай қою керек. Бәрі жұмысқа шықпасын жұмысқа. Өзінің ұрпағын ойласын, оның келешегін ойласын, өзінің ұрпағының. Қу басын ойламаса да ұрпағын ойласын. Сонда оның артында не жатқанын түсінбей ма, сонда ол мұғалім, сонда ол оқушыларға қалай сонда сабақ беріп отыр, сонда ол өзінің ұрпағын келешегін ойламаса. Қандай ұрпақтар білім алып жатыр сонда одан, ол мұғалімнен? Бер қара, енді сен мақұлға сендер сауатың. Мен өзім мектепте көргенімді айтайын. Білімде қазір тек ана видеоға түсіріп жатыр, қимылдап жүрген тұрғанын жазады. Болды, қатырып жатырдым біз. Атасының басында бір жерлерде білім, ұстаздарда білім жоқ. Қолдарында телефон. Өте дұрыс айтасыз. Конечно, білім жоқ. Білім жоқ, мысалға ешқандай білім жоқ. Мысалға медицинада оқып жатқан студенттерге ешқандай практика жүргізбейді. Білім жоқ. Олар қалай ертең адамның жаны олардың қолындағы, қалай олар халыққа қызмет көрсетеді, практикада пол жуғызады, терезе сүрткізеді, сондай жұмыс еткізеді. Үйретпейді ешқандай. Дұрыс айтасыздар, мұғалімдердің де білімі жоқ, өйткені жаңағы бір әкесінің бір сиырын сатып директорға жаңағы кіріп мұғалім болғандар олардың. Бәрі жаман оқыған, дені дұрыс адам жаңағы істемейді. Ана мектептің ұрлығын ашқан осы қай облыста, Жамбыл облысында ма, бір Мадина ма, соның шындықты айтқан, соны жұмыстан шығарып жерген жоқ па? Ондай бар шығарғыш. Шындық айтқан адам. Ана астында артық пікір жазып отқан Айткүлдің не только тырнақ тышқан боғына тұрмайсыңдар, топастар. Не только тырнақ тышқан боғына тұрмайсыңдар. Не артық пікір жазып отырсың, шетелде қаңғырып. Не креслода отырып 100 мың алғаныңа мәссің ба, топастар? Неге кредит алады дейді? Бек бұтыңдағы жаңа шалбарың шешті, юбка киіп ал, түсіндің ба? Неге алады? Тамақ алады ретке. Жетіскеннен алмайды кредитті адам. Топас. Еркек ездерден мынандай батыр қыздар артық, еркек ездерден. Ессіңдер, қоймыз, қой дегенге өздерінше намыс қыласыңдар. Маңырама дегенге намыс қыласыңдар. Өтірік емес, қой екеніміз, мал екеніміз, өтірік емес.
Оны мойындайық, мойындаңдар оны. Мойындағанда ерлік. Мал болғаннан кейін өйстіп жүрген жоқпыз, мал болмаса жұрт құсап. Сол ғой, малымыз ғой енді, мал емей неміз. Мысалға 20 сағаттап жұмыс жасаймыз, мысалға еркек адамдар соны істей ма, істемейді оны. 20 сағат. Жоқ, мысалға Өткенде бір жерге жұмысқа бардым, айтайыншы, бір жерге жұмысқа бардым, ыдыс жууға ше. Сағат 9-да екен, мен ана телефоннан көрдім да, 9:30-10-ға таяу бардым.